Дариға Бадықованың бывший күйеуі интервью беріпті. Зачем так позориться? Шығып, ойбай, маған ақша бермеді деп. Қалай екен? Қаншама әйелдер осылай төртеу, бесеу туып бүкіл өмірін еркекке арнап, дымсыз қалып жатыр ғой, еркек ақша тапқан кезде. А тут он же даже не рожал. Вот если бы он рожал детей, бесеу, алтауық бала туып үйде отырса, сөйтіп барып, Дариға ақша бермей кетіп қалса, вот тогда мы бы ее осуждали. А так, простите, сама заработала, сама все сделала. Ол бала қараған жоқ, бала туған жоқ. Я думаю, что она права. Она вот отомстила за всех женщин. Дариға отомстила за всех женщин, я считаю. Дариға Бадықованың күйеуінің подкастын көріп шықтым. Интервьюін, то есть. Он очередной раз показал и доказал, как мыслят мужчины. Еркектердің қаншалықты төмен, өте майда ойланатыны, бала позициясында өмір сүретіні туралы очередной раз дәлелдеп берді. Келіп, өзін позор қылып, өзін масқара қылып кетті деп айтса болады, ше. Шынымды айтсам, көріп күлкім келді. Күлкім келіп, біздің еркектер қандай майда еді деген бір өкініш болды ішімде. Кішкентай бала сияқты өте көп манипуляция жасады, өте көп на жалость давить етті. Мысалы, кішкентай баланы сен құшақтап атсаң, үлкен бала мен де мақташы, мен де құшақташы деп келіп тұрады, тура сол сияқты жалостьқа давить етіп, былай мен де мақтаңдаршы, мен де естіңдерші деген сияқты позицияда отырғаны көрінді. Одан кейін ең маңыздысы, ол жас пен Дариға екеуі якобы измена жасады. Екеуі көңілдес болды деген нәрсеге алып келіп тұрды, бірақ оған тура солай айтпайды, бірақ адамдар солай ойласын деп сол нәрсеге алып келеді, бірақ ондай факт жоқ. Осы жерде тағы да көзім жетіп тұр, еркектер сәл өзі в любой непонятной ситуации әйелді сен измена жасадың деп кінәлай салады екен. Ондай ситуация өте көп мен клиенттердің арасында, ер кісілер де келеді маған. Сәл бірдеңе болса, мен әйелім маған измена етіп жүр деп ойлайды да. И енді қандай факт бар оған байланысты десе, ешқандай факт келтіре алмайды. Мен білем ғой, ладно, айтпай қояйын деп қояды. На самом деле, давайте вот честно келіп тұрсыз ғой енді алдыма. Давайте фактпен айтыңызшы, қай жерде сіз оны байқадыңыз десе, ешкім жауап бере алмайды ондай нәрсеге, ше. Еще Олжас үйге келіп бұзықтық жасады деп қойды. Соны біз үйде ұстап отырдық деп. До того соны унижать етіп үлгерді ғой. Унижать еткісі келді. Бірақ әрбір есі сау, ересек адам ол интервьюда не болғанын түсінеді деп ойлаймын. Ол интервьюға өзі сияқты жертвалар сеніп, ойбай, ути деп ауыздары ашылып отырады. Ал есі дұрыс адам оның не туралы болғанын негізі біледі. Да. Иә, мен таза қазақша сөйлегім келеді. Тырысып жүрмін. Апым келді. Мен бөлініп ұйықтағам ғой, бүгін соны айтамай отыр. Қорылдағам ғой. Жоқ, бұлай кірдік қой вагонға. Резкі жатып қорылдау деген. Ана үстіне пастель салып, енді жатайын деп осың. 9-шы күн енді ел аралап шаршаған шығар. Бұл кісі де оңай емес, бүкіл энергияны осы кісі беріп отыр. Біз беріп атқан жоқпыз. Біз жоқпыз ғой. Осы кісі энергия алады, тасиды, береді, төбеге шашады. Біз... Мынаның артында тағы бір-екі адам, олар вообще жоқ қой. Мен қайда камераға көріп жүрмін ғой. Ана кісілер вообще ноль. Осылай вақтып үйреніп отырмыз. Күнде бір нәрсе үйренеміз. Тәлім тәрбие береді. Қай жерде қалай сөйлеу, әңгіме үйретеді. Кинодан бөлек ақша ұстау, тамақ жеу. Ойдық. Аллаға шүкір. Өміріміз измена. Кәдімгідей басқаша адам болдық. Қош бол, Тимош, жүрші. Тас болып өгітіліп шығып жатыр.
Дирмен бұл кісі. Өшірші болды. Сәл сабыр берші Алла. Өзім бірдеңе қыламын. Олжастың түрін көрсетуге болмайтын болып тұр, түрінен түрі жоқ. Шашы кетіп баған. Жаңа самолетта ұйқы көрмегенде ұйықтады. Естен танып, біраз далаға шыққан чесін жей алмады бейшара. Чемоданның қайда қалғанын білмей. Стюардесса аға, креслаңызды көтеріңіз аға десе құрышы бар деген ғой. Басын бос десеңіз дайын отырған жігіттер көп дейді. Дайын отырған жігіттің бері әкеле берші, басын шаба берейін да. Адам деймін да, басыңыз бос па деп көп жаза беретіндер бар енді. Сосын мен енді парақшасына кірем ғой. Мойны басы, мойны бос емес пе? Парақшасына кірем, әйел бала шағасымен тұрады. Естері дұрыс па деймін. О, қызық. Тоқтат, дұрыстап айт. Әйел бала шағасы сосын тұрам да айтшы айғай. Мән бермеймін, өтіп кетті. Бәріміз жабылып адам болды. Қайтадан басқалап сол бұрынғы өмір, сондықтан адам өмірін өзгерткісі келсе, өзгерте салу керек десе. Адам өмірін өзгерткісі келсе, өзгерте салу керек.